Сәлем, құрметті тыңдаушылар. Қазіргі заманда біз күн сайын қолданатын бір нәрсе бар. Ол ақша. Бірақ сол ақшаның қозғалысын кім басқарып отыр, ол қайда сақталады және де қалай көбейеді. Бүгін біз сіздермен ең қызықты әрі маңызды тақырыпқа тереңірек үңілеміз. Біздің подкасттың тақырыбы банк экономиканы соғып тұрған жүрегі. Жүрек. Өткен экономикада тірі организм сияқты. Ол оның тоқтатпай соғатын күші. Бұл банк жүйесі. Бүгін осы жүрек қалай жұмыс істейтінін қарапайым тілмен талдап береміз. Бүгін студияда мен Кошмакова Марзия. Бүгін подкасттың жүргізушісі. Қасымда екі керемет маман отыр. Олардың бірі Кани Мариям, қаржы маманы. Ол бізге банктың ішінде не болып жатқанын, қандай қызметтер көрсететінін қарапайым түсінікті етіп айтып береді. Ал екіншісі Насруллаева Нилуфар, экономикалық талдаушы. Ол банктердің экономикаға нақты қалай әсер ететіні, несие, инвестиция, цифрлық банкинг туралы пікір бөліседі. Мен бірінші Мариямға қайрылғым келіп отыр. Мариям, подкастымыздың ең басты сұрақтан бастайық. Көп адам банк тек ақша салатын және несие беретін орын деп түсінеді. Бірақ шын мәнінде банк бұдан да кең, күрделі жүйе. Ал сізге сұрақ, банк дегеніміз не? Оны қарапайым сөзбен, бірақ толық түсіндіріп беріңізші. Сұрағыңыз үшін рахмет. Адамдардың көпшілігі банкты тек шот ашатын немесе несие алатын орын ретінде көреді, бірақ қарапайым тілімен айтсақ, банк ақшаны басқару фабрикасы. Онда ақша сақталады, көбейеді, қозғалады, қарызға беріледі, басқа жерге аударылады. Банксыз экономика жұмыс істемейді, себебі барлық қаржы айналымы, жалақы, төлемдер, инвестициялар банктер арқылы өтеді. Сондықтан банк тек ғимарат немесе карточка емес, бұл мемлекет пен қоғам арасындағы қаржылық көпір. Жауабыңыз үшін үлкен рахмет. Ал халық банктерге неге сенеді? Неге ақшаны үйде емес, банкта сақтайды? Соған жауап бересіз ба? Сұрағыңыз өте маңызды. Неге ақшаны үйде емес, банкте сақтайды? Себебі банк заңымен қадағаланатын арнайы лицензиясы бар қаржы институт. Банкте ақша сақталса, ұрланбайды, жоғалмайды, депозит кепілдігі бар, енді мемлекет бақылауында. Сонымен қатар, банктер клиенттерге түрлі қызметтер ұсынады, онлайн төлемдер, аударымдар, валюта айырбастау. Үйде ақша тек жатады, банкте ол жұмыс істейді, өседі. Рахмет, жауабыңыз өте пайдалы болды деп ойлаймын. Ал енді банк қызметтерінен келетін болсақ, енді банктың нақты қызметін толықтай айтып өтсеңіз, қандай қызметтер, халыққа ең қажетті, не деп ойлайсыз? Банк қызметтері өте көп, бірақ негізгі ең жиі қолданылатын қызметтер ол бірінші ақша сақтау, яғни депозит, ағымдағы шоттар, ал екіншісі бұл несие беру, яғни тұтынушылық, бизнес ипотека, аударымдар мен төлемдер, яғни коммуналдық төлемдер, карталар, онлайн банкинг, яғни QR, мобильді қосымша, инвестициялық қызмет, бұл бағалы қағаздар, жинақ депозиттері, және валюта айырбастау, яғни карточкалар шығару. Ал өміріміздің көп бөлігі осы қызметтермен байланысты. Рахмет. Өте әдемі жауап беріп отырсыз. Қазір экономикада оқып жүрген студенттерге пайдалы және түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Ал енді сізге соңғы сұрағын беретін болсам, банк түрлері жайлы. Қазақстанда және жалпы әлемде қандай банктер бар? Ұлттық банк пен коммерциялық банктердің айырмашылығын түсіндіре аласыз ба? Әрине, банк жүйесі үш негізгі түрден тұрады. Бірінші бұл ұлттық банк. Бұл елдің бас банкі. Ол ақша саясатын басқарады, инфляцияны бақылап отырады, ұлттық валютаны реттейді. Ал екіншісі бұл коммерциялық банктер. Бұл біз күнде қолданылатын Каспи, Халық, Жусан сияқты банктер. Олар клиентке қызмет көрсетеді, мысалы депозит, несие, төлемдер. Ал ислам банктер, бұл банктер шариғат қағидаларымен жұмыс істейді. Пайызы жоқ, тек пайда бөлісімі бар. Жауаптарыңыз үшін үлкен рахмет, Мариям.
Ендеше мен сұрақты Нилифарға бергім келіп отыр. Банк пен экономиканың байланысына тоқталсақ. Нилифар, экономист ретінде айтыңызшы, неге банкты экономиканы жүрегі деп атаймыз? Сұрағыңыз үшін рахмет. Себебі банксыз елдегі ақша айналымы тоқтайды. Мысалы, халыққа жалақы аударылады, кәсіпкерлер несие алады, инвестициялар жүреді, мемлекет әлеуметтік төлемдер береді. Бұлардың бәрі банк арқылы өтеді. Қан денеде қалай айналса, ақша да экономикада банк арқылы айналады. Сондықтан банк экономикалық жүйенің бас қозғаушы болып саналады. Сізге енді екінші сұрағын берсем, несие экономиканы қалай дамытады? Көп адамдар несиені тек қарыз деп көреді, бірақ оның экономикалық пайдасы қандай деп ойлайсыз? Көп адам несиені тек борыш деп қабылдайды, бірақ ұлттық экономика деңгейінде несие өте маңызды ресурс. Мысалы, бизнес несие алады, ондан жаңа дүкен ашады, және де жұмыс орындары пайда болады. Құрылыс компаниясы ипотека арқылы қаржы алғанда жаңа үйлер салынады. Ауыл шаруашылығына несие берілсе, ондан өнім көлемі өседі. Яғни несие бұл өндірісті жандандырғыш құрал. Жауабыңыз үшін үлкен рахмет. Ал енді үшінші сұраққа көшейік. Инвестиция дегенде банк қандай рөл атқарады? Және де қазір бәрі онлайға көшіп жатыр. Цифрлық банкингтің қоғамға, экономикаға әсері қандай деп ойлайсыз? Осы сұрағыма жауап беріп кетсеңіз. Сұрақтарыңыз өте маңызды. Болды, оларға жауап беріп кетсем. Банктердің инвестиция тартудағы рөлі өте үлкен. Олар жаңа жобаларды қаржыландырады, шетел инвесторларымен жұмыс істейді, экономиканың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қысқаша айтқанда, инвестиция тұрақты экономикалық өсімнің негізі болып саналады. Ал цифрлық банкинг туралы айтсам, цифрлық банкинг бұл экономиканы бірнеше жолмен өзгертті. Ақша айналымын жылдамдатты, қаражат қозғалысы ашық бола түсті, көлеңкелі экономика азайды, адамдар қаржы сауатты бола бастады, уақыт үнемдеу өсті. Яғни, болашақта банктер толық онлайн форматқа өтеді. Жауаптарыңыз үшін үлкен рахмет, өте пайдалы болды деп ойлаймын. Ал сізге соңғы сұрағын берейін. Ал болашақ банктері қандай болады деп ойлайсыз? Менің ойымша, болашақ банктері филиалсыз, жасанды интеллектпен жұмыс істейтін, толық цифрлық, биометриялық жүйеге негізделген болады деп ойлаймын. Яғни, қолма-қол ақша мүлде азаяды, менің ойымша. Ендеше, сіздерге екеуіңізге де бір сұрақ берсем, соған жауап беріп кетсеңіздер. Егер барлық банктер бір күнге тоқтап қалса, не болар еді? Қандай хаос болуы мүмкін сіздердің ойыңыздарша? Адамдар ақша аудара алмайды, картамен төлем жасай алмайды, банкоматтар жұмыс істемейді, көп бизнес тоқтайды. Дұрыс айтасыз, Мариям. Экономикада үлкен дүрбелең туып, нарық шатасуы мүмкін. Бір күннің өзі үлкен дағдарысқа себеп болуы мүмкін деп ойлаймын. Құрметті тыңдаушылар, бүгін біз банк жүйесінің неге экономиканың жүрегі екенін бірге түсіндік. Мариям біздің банктың қалай жұмыс істейтінін қарапайым тілмен түсіндіріп берді, ал Нилифар банктердің экономикаға әсерін ашып көрсетті. Бір нәрсе анық, банксыз экономика өмір сүре алмайды. Ал қаржылық сауаттылық әр адамға қажет қабілет. Сіздерге тыңдағаныңыздарға көп рахмет. Және де бізде Мариям мен Нилифарға үлкен рахмет. Біздің подкастымызға келіп бергендеріңіз үшін сіздерге алғысым шексіз.